Бүгін 22 сәуір 2025 жыл Орал қаласындамыз. Аға, елге қош келіп жатсыз. Бірінші өзіңізді таныстырып жіберсеңіз, толық ат жөніңіз, руыңыз кім, қай жерде тұрасыз? Алаша руының өтеулісіміз. Әкелеріміз, аталарымыз осына Қаратөбе районынан. Қазір қай жақта тұрасыздар? Самаровский область. Самара облысы қай жерінде? Кейін Черкас дейтін район бар. Сол райцентрда ма? Жоқ, қасында сол. Ауылда тұрмын. Жақсы. Мұн жақта жаңа аталарыңыз Қаратөбе жақта дедіңіз ғой, тұрды. Аталарыңыз енді елден көшкен ғой. Көшкен. Солар Сәби күнде. әкеңіз ба, атаңыз ба? Әкем атамен, әкесімен. Әкем 20-шы жылғы бұл әкем болды. Әкеңіз 20-шы жылғы. 8 жаста кеткен ғой. Олар Қаратөбеден көшкен кезеңде ағайын тумамен көшкен ба, тек өздері көшіп кеткен ба? Жоқ, бәрі тобырмен түгел көшкен да. Қаратөбеде қай жерде мекендеген олар? Қаратөбені оны точно адресін білмеймін, сол Ауылдың аты несін айды? Олар где-то Қалдығайды, Қоқты, Сосын сіздің көшкен кезеңде жаңа атаңыздың аты кім, әкеңіздің аты жөні кім? Атамның аты Қамза. Хамза. Қамза. Аққу баласы. Хамза Аққу баласы атаңыз. Әкеңіз? Әкем Файзулла. Файзулла. Қамзаның баласы. 20-шы жылғы. Атаңыз нешінші жылғы? Олар мұн жақтан көшкен кезеңде отбасында тағы да жаңа атаңыздың әйелі, басқа бала шағалар бірге кеткен бе, әлде тек осы екеуі кеткен бе? Жоқ, көп ауылымен кеткен ба. Сол семьясы бірге кеткен түгел. Неше бала болды деп айтады атаңызда? Атамызда мен білетінім сол атам, сосын Хамза, сосын қарындасы болған. Ол Башкирияда қалған соң. Енді мына елден көшуге не себеп болды деп айтатын еді? Үлкендерден былай естіген кезіңде қалай естідіңіздер? Неге көшіп кеткен? Көшкен сол аштық, не соңы... Шамамен қай жылдары көштік дейді? 28. 28 деп тұр да? Көшкен кезіңде қай жолмен көшіпті? Ол жерді білмеймін, сол... Қай жерлерге тоқтаған екен айт? Барған тікенеге, Башкирияге. Башкирияның қай жеріне барған? Башкирияны еді, қалай? Айтып отырмыз ба? Чешма. Чешма деймін сонда. Сондай жерге барған да? Сонда жағындайдан Стерлитамак, тағы дейінде Құмертау, сол жақтарға барған. Шамамен мысалға неше адам көшті деп айтады? Ол ауыл деген кезеңде ол 10 адам, 20 адам ондай айтқан жоқ па? Айтқан жоқ. Онда сұрағанда, әңгіме жүргенде көп кісі. Көп кісі деді. Мал мүлікті бірге айдаған ба, әлде мал мүлікті тастап кетті ме екен? Мал тастап кеткен. Сол барат или бір өгізбен. Өгізбен немен? Арва, балдарымен. Көшкенде былай естіген жоқсыз ба? Түнде көшті, күндіз көшті, ауылдан қозғалған кезеңде. Түнде көшті деп айтады. Түнде қозғалып кеткен да? Деп айтады. Күндіз қорқып ба? Былай мен көп адамдардан естелік алған кезеңде көпшілігі солай айтады, жаңағы түнде көшіп қозғалып кеттік деп. Сосын енді жаңағы Стерлитамак, тағы сол елді мекендерге барғаннан кейін ол жақта қалай өмір сүрген? Жоқ, көп тұрмаған онда. Онда да шамалы болып, сосын жақсы іздейді ол халық. Сол Башкириядан бері қарай жүрген. Кейін қарай? Кейін қарай. Самарская область. Сонда мұнда Серновоз сен естіген боласың. Курорт санаторий. Серный воз дейді біз жақта. Сонда сол районға келген. Сол жақта тұрған содан көп тұрмаған сол жереп сол жоқ деп келіп сол қазір келіп тұрған жерде
соған келген. Нешінші жылдары келді екенсіз ол жерге? Шамамен. Соғысқа дейін ба, 41-ге дейін ба, 41-ден кейін ба? Жоқ, соғысқа шейін. Соғысқа дейін келіп алған да сол Ол жер. соғысқа, осынан соң соғысқа кеткен. Осы жақтан алынған да, Самардан алынған. Мен әкем жаздан екеуден, сол біздің өтеуілден екеуден жауға кеткен. Өтеуілді. Әкемізден 20-ші жылғы, 22-ші жылғы. Басқа осы, сол екеуі фронтовик. Сондықтан аман келді соғыстан сосын да? Олардың неге Дальневостокта болған. Фантунская армия, онда Япония. Сонда тұрған. Мына сіздер аталарыңыз Қаратөбеде, осы жерде тұрғандарын кімнен естіп, кімнен білдіңіздер? Тірі күнде айтып жүрді, сол Қаратөбеден деп. Қалай ауыл неді? Мына ағайыннан бір бөлшегі болсын, кейін қарай елге көшпеп кеткен, ондай айтқан жоқ па? Жоқ, көшкен жоқ. Сол жақта қалды барлығы да? Қалды. Сіз еркін қазақша сөйлеп отырсыз ғой. Сіз ауылда бәрі қазақша сөйлей ме? Сөйлейді. Ауылда қазақ көп болып тұр ғой? Уақытында біздің ауылда 15 жарым үй болған бола семья. Айналамызда ауыл басы солай. Қазақтар ауыл басы тұрды сол 10-15, 20 үйде. Облыста үлкен ауылдар бар деді. 100-дің үстінде 90-80 үйлер. Қазір балаларыңыз, немерелеріңіз қалай? Қазақша сөйлей ме, или оларға қиындау ма? Қалай айтайын? Балам сөйлейді. Үлкен балам жақсы сөйлейді. Кіші балам ол оқымас қой. Садикте болды, школда болды, институтта болды. Қазір Москвада жүр. Сөйлейді байса. Таниды. Үлкен балам жақсы сөйлейді. Үлкен немерем қазір Оралда стоматолог өзі. Жаңадан келіп ол жұмыс жасап жатыр ма? Жұмыс жасап жатыр. Құтты болсын. Келіп істеді осында бір жылдай. Имплантологқа Астанаға жіберіп, Астанадан оқып, соны келіп қазір қайтадан осында имплантты қойып жатыр. Жақсы. Ол жақта қалай? Аталарыңыз салт дәстүрді бәрін сақтаған ғой енді. Қазақылықты. Ораза ұстау ауылда болды ма? Бәрі де бар. Ораза ұстады. Намаз оқыды ма? Намаз оқы, сүндет жасады. Соның бәрін орында Ораза, құрбан айт, ораза айт, бәрін де соны. Біздің жақта қалай осыны айтып жүр, тек айтқан болмайды. Келіп жүр, қазір құда жастар өсіп балдар үйленеді ғой. Ту Атыраудан келді, Ақтаудан, Қызылордадан, Алматыдан, сол жерден келген қазақтар бәрі келгенде келіп қарап таңғалып кетеді. Сіздер қалай енді Россияның ортасында отырып дәстүрлерімізді бәрін. Жақсы. Қазір сол мысалға атаңыз бен енді әкеңіз сол кісіден қанша ұрпақ тарадыңыздар? Ұрпақ деген кезде мысалға сіз неше ағайындысыз дегенім ғой? Әкем 2 ағайынды олар. Інісі болды 28-ші жылғы. Әкем 20-ші жылғы. 2 ағайынды екеуі болды. Екеуі болды. Әкесі болды, әкесі атамыз нешінші жылғы білмеймін. Ол да әкем жауға кеткен. Жауға кеткенде сол атамыз қайтыс болған. Жаңа 28-де інім бар деді, әкеңіздің інісі бар дедіңіз, оның есімі кім? Шағбан. Шағбан да. Ол кісі де сонда тұрды ма бірге? Бірге тұрды. Қазір бар? Жоқ. Ол кісі де жоқ та, дүниеге өтті да. Ол кісі, значит, сәби кезінде, 28-де болса, сәби кезінде елден көшкен болып тұр ғой, Солай. Жақсы. Ол кісіден қанша ұрпақ тарады? Ода 5 бала, 5 қыз. Менің әкемде 5 бала, 3 қыз. Бұлар барлығы бір әйелден тарап тұр ма? Бір әйел. Әйелдер рулар кім? Менің мамамның руы, апама дейміз. Тана. Қайсысы? Ішінде? Бөлімі?
Қарағынан, Қалқаман, жоқ. Жиембет, Бессары, Мәмбет. Мәмбет. Мәмбет деген ол Қалқаманның ішінде ғой. Білмей жердің. Мәмбеттің ішінде қайсысы? Оны білмедіңіз ба? Мәмбет болса, значит, олар да мына жақтан көшкендер ғой енді. Дәуіт ұшағына бәрі. Өлеңді Сайқұдықтан көшкендер ғой ондаш. Жаңа дәмелі деп отқан апайлар солар қателеспесем үмбет болу керек. Оны дейін болмағанда мына ертеректе паспорт не болған жоқ қой қазақта. Аха. Сонда паспорт неткенде осыны естисің бе, бос білетін боларсың. Кереевтер, Мәлке, Кереевтер ағайындар бар. Осы жақта да. Осы Оралда тұрады. 3-4 ағайын. Ол сонда сіздің ол енді анаңыз ғой, иә? Анаңыздың қалай көшіп келгендігі жөнінде айтатын бе еді? Ол да солай оларды көшіп келеді. Сол бірге. Бірге көшкен бе барлығы? Бәрі сол жақта сол. Әкелері бірге, аталары бірге болып, сол жаққа келіп қосылып тұр ғой, иә? Сіздің әкеңізбен де. Жаудан келгесін үйленген. Содан кейін үйленген де. Иә. Жақсы. Фронтовик, сол екеумізде. Бұл жау болмаған бен, невзводы лишен дейді осыны. Ауырып, асыны деген ауырып жүрдік. Жаудан келгесінде. Жақсы, ал жалпы бір қандай да бір ескілікті әңгімелер айтылатын бе еді? Осы елге қатысты бір өздерінің бір сағынышпен айтатын әңгімелері, не болмаса бір мүліктерді бір жерге тастап кетіп едік деген әңгімелері, ондайлар жарайды. Жақсы аға, көп рахмет. Аманшылықта болайық.